Бізде келесі сабақ валенттілік және химиялық формулалар. Химиялық формула зат құрамына кіретін элементтерді символ және сандармен көрсетеді. Кез келген заттың химиялық формуласын жазу үшін құрамындағы атомдардың қатынасын білу маңызды. Мысалы, судың H2O формуласында сутек пен оттектің қатынасы 2-1 қатынасындайға тең, ал аммиактың NH қатысында газының қатысында әрбір азот атомына 3 сутек сәйкес келеді. Мына жерде бізде сутек пен аммиактың құрылымдық формулалары көрсетіліп қойған. Жалпы қосылыстың химиялық формуласын жазу үшін біз валенттілік түсінігін білуіміз керек. Элементтің валенттілігі бұл бір элементтің басқа элементпен қосылып химиялық қосылыс түзу қабілеті. Мына кестеде бізде кейбір элементтің валенттіліктері көрсетілген. Яғни 1, 2, 3 деп тұрған бұл жерде. Бір валенттілік көрсететін бізде сутек, натрий, калий, литий, фтор деген сияқты элементтер. 2 валенттілік көрсететін магний, бериллий, кальций, барий, мырыш, оттек. 3 валенттілік бізде алюминий, бор сияқты элементтер көрсетеді. Бұлар бізде тұрақты валенттілік көрсететін элементтер. Енді бізде валенттілік жалпы 2-ге жіктеледі, тұрақты және айнымалы деп. Енді келесі мына жерде қарасаңыздар, күкірт таңбасында 2, 4, 6 дейтін сандар тұр. Рим цифрымен берілген. Яғни бізде күкірт бұл ауыспалы валенттілік көрсетеді деген сөз. Азот бізде 1, 2, 3, 4, 5 валенттіліктер көрсетеді. Фосфор 3, 5. Феррум, яғни темір, кобальт, никель бұл бізде 2 және 3 валенттілік көрсетеді. Мыс бізде 1 және 2 валенттілік. Көміртек, силициум, кремний, станом, қалайы, плюмбум бұлар бізде 2 және 4 валенттілік көрсетеді. Хлор, бром, йод бұлар 1, 3, 5, 7 валенттілік. Хром бізде 2, 3 және 6 валенттілік көрсетеді. Бұлар бізде ауыспалы валенттілік көрсететін элементтер. Басқаша валенттілікті біз қалай елестетсек болады? Басқаша біз мысалы элементті адамға валенттілікті қолға теңесек болады. Яғни әрбір адам басқа біреумен дос болу үшін оның қолынан ұстайды. Сонда сутекте 1 қол, оттекте 2 қол, көміртектің 4 қолы бар деп айта аламыз. Осы элементтер басқа элементтермен қолдары арқылы байланысып қосылыстар пайда болады. Су H2O молекуласында 2 сутек атомы 1 қолымен оттекке байланысады. Ал сутек пен хлор кездесе қалса, олар жалғыз қолмен байланысып H және хлорды түзеді бізде. Мына жерде құрылыстары көрсетілген. Химиялық формула. Химияда элемент атомдары таңбалармен белгіленеді, ал қосылыстар таңбамен емес, формуламен таңбаланады. Сонымен химиялық формула дегеніміз қосылыстарды сипаттайтын таңбалар мен сандардың жиынтығы. Химиялық формула қосылыстың сандық және сапалық құрамын көрсетеді. Енді бізде валенттілікті қолданып химиялық формуланы жазуға тоқталайық. 2 элемент қосылғанда бинарлы қосылыс пайда болады. Осы қосылыстардың химиялық формуласын дұрыс жазу үшін біз құраушы элементтің валенттіліктерін білуіміз керек. Химиялық формуланы жазу мына кезеңдерден тұрады. Әр элементті символдарын және үстіне олардың валенттілігін жазамыз. 2 элементтінде атом валенттілігіне еселік, ең кіші ортақ еселік, яғни санды анықтаймыз. Ең кіші ортақ еселік санды валенттіліктеріне бөлу арқылы индекстерді анықтаймыз. Біздің жағдайымызда мысалға қарайық, кальций және оттекті берген. Кальций бізде 2 валентті, оттекте 2 валентті. Екеуін үстіне жазып қойған. Яғни келесі кальцийдің 2 мен 2-нің бізде ең кіші ортақ еселігі 2. Яғни екеуінде кальцийдің үстіндегі және оттектің үстіндегі 2-ні 2-ге бөліп шықсақ, бізде сонда мына жерде бір-бірінен акрес әдісі арқылы көрсетілген. Яғни 2-ні 2-ге бөлсек 1, бәрібір 2-ні 2-ге бөлсек те 1. Сонда бізде формуламыз кальций О деген формула шығады. Мына жерде бізде крестер әдісі арқылы көрсетілген. Енді келесі алюминий оксидінің химиялық формуласын жазыңыз дейді. Алюминий мен оттегінің валенттіліктерін жазып шыққан, яғни алюминий бізде тұрақты 3 валентті, оттегі 2 валентті. Ең кіші ортақ еселігі, яғни 3 пен 2-нің ортақ еселігі бізде 6-ға тең. Алюминийдің индексі, яғни 6-ны 3-ке бөлсек, алюминий төбесінде 3 деген валенттілік саны болды ғой, соны 3-ке бөлсек 2, яғни бұл 2 деген сан бізде индекс болып алюминийге түседі. Оттегінің индексін анықтау үшін яғни оттектің үстіндегі 2 дейтін валенттілікті біз 6-ны 2-ке бөлеміз, яғни сол кезде бізде 3-ке тең болады оттегінің индексі. Сонда жалпы алюминий оксидінің формуласы алюминий 2O3.
Келесі кальций сульфидінің химиялық формуласын жазыңыз дейді. Так, кальций және С деп бірінші жазып аламыз. Екеуінің валенттіліктерін төбесіне жазып шығамыз. Кальций бізде 2 валенттілікке тең, тұрақты. Күкірт бізде ауыспалы, бірақ біздің жағдайымызда 2 валенттілігін беріп тұр, яғни 2 деп жазып қоямыз. Екеуінің де ортақ еселігі мана кальций о сияқты 2-ге тең. 2-ні 2-ге бөлдік, 1-ге тең. Күкірттің индексін анықтау үшін тоже 2-ні 2-ге бөлеміз, сол кезде 1-ге тең болады. Яғни біз химияда 1 деген санды жазбаймыз, индекс қылыпта, коэффициент қылыпта. Сонда кальций сульфидінің формуласы бізде кальций С-ге тең. Енді бекіту тапсырмалары. Мына элементтер жолынан түзілетін қосылыстардың формуласын жаз дейді. Яғни сутегі мен күкірт, темір мен хлор осы жерде скриншот жасап алып, басып қойып орындап шықсаңыздар болады. Және мына сұрақтарға жауап беріп шығыңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.